Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біз тәрбие психологиясы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз педагогикалық тәрбиелеу әдістері жайлы айтатын боламыз. Жалпы педагогикалық тәрбиелеу әдістерін шартты түрде тікелей және жанама әдістер топтарына бөлуге болады. Тікелей педагогикалық ықпал ету әдістері студенттің дереу немесе кейінге қалдырған реакциясын және оның өзін-өзі тәрбиелеуге бағытталған тиісті әрекеттерін көздейді. Ал жанама педагогикалық ықпал ету әдістері білім алушыны белгілі бір жағдайға, белгілі бір қызмет түріне қосу арқылы оны ұйымдастыруды білдіреді. Мұндай жағдайда студенттің өзін-өзі жетілдіруге, педагогтермен, топпен, қоғаммен өзара қарым-қатынастар жүйесінде белгілі бір позиция қалыптастыруға бағытталған тиісті ұстанымдар дамиды. Тәрбиелеу әдістерін бірнеше классификациялауға болады. Ең біріншісі ол нәтижелері бойынша әсер ету әдістері. Нәтижелері бойынша тәрбиеленушілерге әсер ету әдістерін екі сынапқа бөлуге болады. Біріншісі ол адамгершілік ұстанымдар, мотивтер, қатынастар қалыптастыратын, түсініктер, ұғымдар, идеялар түзетін ықпал ету. Ал екіншісі белгілі бір мінез құлық түрін айқындайтын әдеттер қалыптастыратын ықпал ету. Келесі бізде жалпы тәрбие әдістері. Бұл жерде бізде иландыру, яғни әңгіме, түсіндіру, сендіру, лекция, сұхбат, пікірталас, дискуссия және тағы басқалар жатады. Оң үлгі әдісі, жаттығу әдісі, мақұлдау және айыптау әдістері, талап әдісі, бақылау, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау әдісі және де ауыстыру әдістері жатады. Келесі бізде іс-әрекет концепциясы арқылы, яғни Бабанский бойынша классификацияның негізіне іс-әрекет концепциясы алынған. Ол келесілерді қамтиды. Іс-әрекет процесі саналы түсіну, оны ұйымдастыру, ынталандыру, нәтижелерді бақылау және талдау. Бұл классификация 4 топ әдісті қамтиды. Сананы қалыптастыру әдістері, яғни әңгіме, сұхбат, лекция, дискуссия, пікірталас, үлгі әдісі. Іс-әрекетті ұйымдастыру және қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері, мінез-құлықты ынталандыру әдістері және де бақылау, өзін-өзі бақылау және өзін-өзін бағалау әдістері. Ендігі кезекте бізде Болдырев, Гончаров және де Королев бойынша студентке әсер ету сипатына қарай тәрбие әдістері 3 топқа бөлінеді. Ең біріншісі ол иландыру, жаттығу, мадақтау және де жаза. Бұл жерде әдістің сипаты атты жалпы белгіге оның бағыттылығы, қолданылу мүмкіндігі, ерекшелігі және басқа да қырлары кіреді. Авторлар Ильина, Огородников бойынша тәрбиенің жалпы әдістерінің жүйесі әдістердің сипатын неғұрлым жалпыланған түрде түсіндіреді. Бұл жүйе бірінші классификацияға жақын келеді. Ол келесі әдістерді қамтиды. Иландыру, іс-әрекетті ұйымдастыру, студенттердің мінез-құлқын ынталандыру. Келесі бізде Мариенко еңбектерінде әсер ету принципі бойынша тәрбие әдістері келесі топтарға бөлінеді. Ең біріншісі ол түсіндірмелі репродуктивтік әдістер, яғни әңгіме, лекция, түсіндіру, оң үлгі және тағы басқалары. Содан соң проблемалық ситуациялық әдістер, яғни қызмет пен мінез-құлықты таңдау жағдайлары, дискуссия, пікірталас және тағы басқалары. Үйрету және жаттығу әдістері, ынталандыру әдістері, яғни жарыс, мадақтау, талап және тағы басқалары. Тежеу әдістері, басшылық әдістері, содан соң өзін-өзі тәрбиелеу әдістері болып бөлінеді. Келесі бізде Сластенин мен Щукина еңбектеріндегі классификация қазіргі уақытта тәрбие әдістерінің ең кең таралған классификациясы болып есептеледі. Әдістер олардың бағыттылығы негізінде топтастырылады. Бағыттылық әдістердің мақсаттық, мазмұндық және процессуалдық қырларын біріктіретін интерактивті сипаттама. Бұл классификация 3 топты қамтиды. Сананы қалыптастыру әдістері, іс-әрекетті ұйымдастыру және қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері,
Содан соң мінез құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, ең бірінші әдісте бізде көзқарастарды, сенімдерді, идеалдарды қалыптастыру. Ал екінші әдісте бізде жаттығу, үйрету, педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма және де тәрбиелік жағдайлар. Ал үшінші әдісте бізде жарыс, мадақтау және де жаза. Педагогикалық әдебиеттерде ұғымдардың шатастырылуы байқалады. Көп жағдайда әдістер деп тәрбие формаларын немесе әдістер жиынтығын атап жатады. Тәрбиенің әр әдісі және оған сәйкес өзін-өзі тәрбиелеу әдісі бір-бірінен ерекшеленеді. Өйткені олар адамның қандай маңызды саласына басым әсер етеді. Оқыту әдістеріне қатысты бинарлық тәсіл Сластионин еңбектерінде ашылған. Педагог тарапынан олар оқыту әдістері ретінде, ал білім алушы тарапынан оқу әдістері ретінде қарастырылады. Тәрбие әдістеріне қатысты бинарлық тәсіл оларды тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу әдістерінің жұпталған түрлеріне бөлуге негізделеді. Олардың негізгі жұптарын слайдта көрсетілген кестеде қарай аласыздар. Яғни адамның мәндік саласы, бұл жерде бізде мысалға интеллектуалды сала, тәрбие әдістері сендіру, ал өзін-өзі тәрбиелеу әдістері өзін-өзі сендіру. Ынталандыру саласында тәрбие әдістері ынталандыру, яғни мадақтау және жазалау, ал өзін-өзі тәрбиелеу әдістерінде ол мотивация. Эмоционалды сала тәрбие әдістерінде сендіру болса, өзін-өзі тәрбиелеу әдістерінде өзін-өзі сендіру. Еріктік сапалар бізде талап ету, ал өзін-өзі тәрбиелеу әдістерінде жаттығу. Өзін-өзі реттеу саласы мінез құлықты түзету және де өздік түзету. Пәндік тәжірибелік салада тәрбиелік жағдайлар болады және де өзін-өзі тәрбиелеу әдістерінде әлеуметтік сынақтар. Экзистенциалды салада бізде дилемма әдісі және де рефлексия. Дилемма әдісі студенттің моральдық, әлеуметтік және кәсіби жағдаяттарды саналы түрде талдауына, сын тұрғысынан ойлауына және жауапкершілікпен шешім қабылдауына бағытталған педагогикалық тәсіл болып табылады. Бұл әдістің мәні студентті екі немесе одан да көп күрделі бір-біріне қайшы келетін таңдаудың бірін шешуге итермелейтін жағдаймен таныстыру және оны талдауға бағыт беру. Педагогикалық тәжірибеде жұпталған әдістер топтары бөлінген кезде тәрбие әдістерін қолдану нәтижесінде тиісті өзін-өзі тәрбиелеу әдістерінің пайда болуы күтіледі. Алайда тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу әдістері белгілі бір дербестікке де ие болуы мүмкін. Мысалы, тәрбиеленушінің өзін-өзі бағалау педагогтың бағалауымен сәйкес келмеуі мүмкін. Немесе тәрбиешінің сендіруі білім алушының өзін-өзіне сендіруіне әкелмеуі мүмкін және тағы басқалары. Сондықтан тәрбие әдістерін практикалық тұрғыдан түсіну мен жетілдіру мәселесі одан әрі терең зерттеуді талап етеді. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеоларымыздан көре аласыздар.